жағдайында разрыхитель дайындау. Каналға жазылуды ұмытпаймыз. Бізге қажетті лимонная кислота, картофельный крахмал және пищевая сода. Лимонная кислота мұнда түйіршік болған үшін оны үй жағдайында осылай оқтаумен ұрғылап, кішкене майдалап алсақ болады. Лимонная кислотадан 4 қасық саламыз, картофельный крахмалдан 3 қасық саламыз және пищевая содадан 4 қасық саламыз. Соны араластырып, разрыхитель қылып, любой пісіріктерге пайдалансаңыздар болады. Картофельный крахмал ол не только картофельный, кукурузный крахмал да жарай береді. Пайдаларыңызға жаратса қуаныштымын. Ас болсын.